Бүгін 10 минутта табиғи таза сыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен 1 литр көлемінде сүт қажет болады. Дүкеннің кез келген сүті жарай береді. Үстіне тұзды саласыздар да, кішкене араластырып жіберіп, оттың астына қоясыздар. Бұл жылы болам дегенге дейін 20%-дық 4 ас қасық көлемінде қаймақты алып, үстіне 3 дана жұмыртқаны салып, жақсылап вилкамен араластыратын боласыздар. Достар, егер осы видео ұнайтын болса, каналға лайк қойыңыздар және де құрбыларыңызбен міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер. Дәл осы қоспаны жылып тұрған сүттің үстіне қосасыздар да жақсылап силиконды лопата немесе ағаш лопатамен араластырып тұрасыздар. 1,5-2 минуттай уақытыңыз кетеді. Дәл осындай іртік масса пайда болады. Сүт қатты қайнап бастаған кезде осылай астын өшіріп қоясыздар да, ситаға астына ыдыс қойып тұрып, сары суынан ажырататын боласыздар. Міндетті түрде жақсылап сығып алыңыздар. Себебі сары суы бөлінбей қалса, жақсы шықпайтын болса, сіздің сырыңыз твердый қатты сыр болмай қалады. Сондықтан бірінші жасаған кезде марлы қолдансаңыздар да болады, немесе ситада жарай береді. Дәл осылай қатты үстінен бастаңыздар, жеткілікті осындай әдемі дәмді сырларыңыз дайын. Достар, маған дәмі өте қатты ұнады. Енді пицца жасауға жарамайды, бірақ жегенге өте жақсы және организмдеріңізде кальцийдің көлемі барлығымызға қажет, сол кальцийдің көлемін арттыратыны сөзсіз. Және де достар, менің осы видеома лайк қойып, тіркеліп, және менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін, жаңа видеоларымды қадағалап көріп отыру үшін қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, менің каналымда өте көп видеолар бар, және де жаңа видеолар шығатын болады. Соларды жіберіп алмаңыз. Міндетті түрде осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіз. Сізге қандай видео рецепт ұнайды, қандай видео рецепт түсіргенімді қалайсыздар? Мен сіздерден кері байланыс күтетін боламын. Міндетті түрде жазыңыздар.